Түстен кейін премьер-министр Кәрім Мәсімов облыстағы жұмыс сапары барысында 66-55 әскери бөлімінде болды. Күштік құрылымдар басшыларымен болған жиналыста премьер-министр 10 маусымдағы қауіпсіздік кеңесінде елбасы қойған нақты тапсырмалардың жүзеге асыру барысын талқылады. 66-55 әскери бөлім алдындағы ескерткіш тақтаға премьер-министр гүл шоқтарын қойып, қаза болғандардың рухына тағзым етті. 5-6 маусымда болған қанды оқиғада мерт болған әскерилер осы бөлімде қызмет еткен болатын. Күшті құрылым басшыларының қатысуымен болған жиналыс террорлық акт кезінде қаза болғандарды үнсіздікпен еске алудан басталды. Бұл оқиға барлығымыздың қабырғамызды қайыстырды. Күштік құрылымдар террористердің жолын кесті. Тұрғындарды қорғады. Өңірде қауіпсіздікті қамтамасыз етуге күш салды. Елбасы айтқандай бейбітшілік пен тыныштық, қауіпсіздік мемлекетіміздің басты құндылықтары. Жиында ішкі істер департаментінің басшысы Мақсутхан Әбләзимов пен ұлттық қауіпсіздік комитетінің облыстық департамент басшысы Нұрлан Қыдырбаев терроризммен күрес жөніндегі аймақтық шұғыл штабтың жұмысы туралы қысқаша есеп беріп, осы құрылымдағы қордаланған мәселелерді ортаға салды. Основная причина – это острая нехватка грамотных теологов и авторитетных имамов. Өңірде орын алған соңғы оқиғаларды сараласақ, діни сауатты ашуға көмек беретін беделді имамдар мен білекті теологтардың жоқтығы. Ал күштік құрылымдар алдында шешімін күткен мәселелер бар. Атап айтсақ, материалдық техникалық база ескірген, кадр тапшылығы да бар. 30 шақты штаттық бірлік қажет. Техникалық құрал жабдықтарды жаңарту керек. Антитеррорлық операция кезінде қажетті техника, автокөліктердің жетіспеуі біраз қиындықтар туғызды. Дегенмен операция кезінде жеке құрам аянбай тер төгіп, ерлік көрсетті. Террористердің көзі жойылды. Қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз етуде елбасы қойған тапсырма орындалды деді өз сөзінде Кәрім Мәсімов. Ендігі міндет өңірдегі бейбіт өмірді қалпына келтіру. Премьер-министр аймақта жағдай тұрақты дегенмен басты назар аударатын тұстар да бар. Нақтырақ айтсақ, халықты әлеуметтік қорғау, еңбекпен қамту, жастарды жұмысқа тарту басты назарда болуы қажет деді премьер-министр. Венера Серғазина, Мирлан Аманжолов, Қазақстан, Ақтөбе.